Өте сүйкімді болып шығатын бантик тәріздес жұмсақ дәмі өте дәмді булочкаларымызды жасайтын боламыз. Керек заттардың барлығын описаниеге қалдыратын боламын. Видеода барлығы анық көрсетілген. Жылы сүтіміздің үстіне қантымызды, сұйық майымызды, ашытқымызды және жұмыртқамызды қосып, бір араластырып аламыз. Одан кейін сары майымызды саламыз, тұзымызды қосып, ұнымызды салып, қасықтың көмегімен араластырып, қамырымыз дайын болып қалған кезде бір шай қасық алма уксусын қосатын боламыз. Одан кейін қалған ұнымызды қосып, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илеп 1-1,5 сағатқа тындырамыз. Көтерілген қамырымызды керек бөлшектерге бөліп, домалатып, бетін жауып 20 минутқа тындырамыз. Көтерілген қамырларымызды видеодағыдай бантиктің формасын жасайтын боламыз. Ортасына ешқандай сұйық майдың жағудың қажеті жоқ. Тағы да 20 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген бантиктеріміздің бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта осылай үлпілдек болып шығады. Ал баршаңызға ас болсын.